Құрметті Радио 7 тыңдармандар мен Радио 7 көрермендер, YouTube арнасының көрермендері. Енді бүгінгі біздің подкастымызда бізде таныстырып өтетін болсам, X-Factor жобасының финалисттері Элит тобы. Рустам, Мәдәт, Олжас. Қош келдіңіздер. Көргенімізге қуаныштымыз. Енді сіздердің мына ең бірінші Элит тобын енді барлығы қаламыз біледі. Қаламызға танымалсыздар, ал қазақ еліне өте танымалсыздар. Сондықтан енді мына Элит тобы жалпы үшеуіңіз қалай мына Элит тобының құрылымы жайлы айтып өтсеңіздер, құрылуы жайлы. Элит тобы негізі той ордасынан басталған ғой, той орталығынан. Біз ең алғаш мәдениет агенттігінде 4 жігіт квартетпен айтып жүрдік. Кватро тобы болды. Иә, ол кезде Сон достар болдық. Соның кейін белгілі бір себептермен біздегі 2 жігіт шығып кетеді де. Сосын оның орнына қайтадан 2 жігіт келеді. Біреу Олжас, сосын тағы Арнұр деген бауырымыз болды. Арнұр деген бауырымыз біраз жүрді де, ол оқуға кетіп қалды. Содан біз Арнұрдың орнына тағы бір бала шақырдық. Бірақ бәрібір болмады да. Бексұлтан да болды ғой дейміз. Бексұлтан оның алдында бірінші составта болған. Сол одан кейін болмады бәрібір. Сол 3 жігітпен қалу керек болды. Ең ақырында осы 3 жігітпен қалдық. Сол осы дұрыс екен. Ал енді X-Factor'да өзіміз бәріміз қолдадық, қала болып қолдадық. Ағайын туыс, дос жараның көрші қалам бәрін айттық қой. Сіздерді өздеріңізде көрген шығарсыздар, барлығымыз енді қолдағанымызды сезінген де шығарсыздар X-Factor'да. Жалпы X-Factor'ға бару кімнің идеясы болды? Оны қалай барам деген кім айтты ең бірінші болып? Олжас? Идея енді бұл біз былай болды да, бәріміз үшеумізде жалпы конкурс жан-жақ жеке-жеке конкурста жүрген балаларымыз ғой. Жеке-жеке қатысып сағамыз, жаңағы Қазақстан дауысына да, жаңағы басқа шет мемлекетке де қатысып келгенбіз де, балалар. Сондықтан өзіміз ойлап, неге осы бір облыстық жарыстарға қатыспасқа, одан кейін республиканский, одан кейін бір шоу, бір осындай X-Factor сияқты, Қазақстан дауысы сияқты бір ауқымды мега жобаларға неге қатыспасқа деп өзіміз ойладық та. Соның осы облыстан гран-при алып, Өскемен қаласына барып, ол жақтан да бас жүлде алып, содан кейін X-Factor'ға қатысуға бел байладық. Содан X-Factor'мен сөйлесіп, видеомызды жібердік, жаңағы ән айтып түсіріп. Сіздер біз онлайннан өттік те. Соның әніміз өтті. Сіздерді осындай 11 күні дедім, Алматыға шақырамыз, келіңіздер деп, содан барып өткен жайымыз бар X-Factor'ға қатысты. Ең басынан бастап көрдік қой, ой, Дилназ деген тура Мәдәтқа ғашық болып қалды ғой. Ең басына, Енді X-Factor'да енді бұлай ең басына барғанда қандай сезімде болдыңыздар? Енді андай үлкен жобада, бірақ енді түсінеміз, енді бұрында шетелге де шығып жүрдіңіздер, әртүрлі жобаға қатысып жүрдіңіздер, енді бірақ енді мынау ерекше теледидардан бәріміз көріп, енді сіздердің қобалжығандарыңызды білмеймін, біз сіздер үшін біз қобалжып отырдық. Енді өздеріңізде қандай сезімде болдыңыздар ең бірінші барған кезде? Жоқ, өнер адам болғаннан кейін әрбір өнер адам бәрібір қобалжу деген нәрсе болады да, бәрібір. Барған кезден мандра жесткий болды кәдімгідей. Аяқ деген бүйтіп дірілдеп. Ол бірақ бәрібір сахнаға шығып уже әнді бастайсың ғой. Әнді бастап алғаннан кейін жеңіп аласың. Басынан енді жасқаншақтап, бәрі жағына қарайсың ғой, бәрі басқа жерден келгеннен кейін. Жан-жағын зерттеп, мынау қалай айтады екен деп. Басқа адамдарды көріп барып, кішкене. Өзіңнің самооценкаң көтересің. Онша емес екен ғой деген сияқты қаласың. Сізден онша еместер бар. Сөйтіп, бірінші турдан өткеннен кейін уже кішкене уже уверенность пайда болды да, уже жан-жақтағы нелердің бәрін көріп аласың да. В целом негізі басында болды андай, мандражда болды, қорқынышта болды. Сондай мандраж бірдеңке болған кезде өзіңді қалай жеңесіңдер осы? Сол именно сахнаға шығып ән басталады ғой. Уже әнді басқаның артқа қайтатын жол жоқ қой, көрдің бе? Пересін қотарып алып жүр. Бір-бірімізге поддержка беретінбіз, мына сахнаға шығар алдында, өйткені әр тікелей эфир болды ғой. Әлі тікелей эфир болғаннан кейін қобалжу әрине болды бәрімізде. Сахнаның міне шығар алдында бір-бірімізді құшақтап, қолдап, кәдімгідей қолымыздан ұстап, батамызды беріп, сол жерде кәдімгідей мына қобалжуың бәрі жоғалып кетсе екен деп тілеп өзіміз. Бірақ сахнаға шыққаннан кейін шынымен де нота, музыка бас алған кезде сразу қобалжу кетеді. Өзім бір-біріміздің дауысын естиміз, мына инейре дейді ғой құлақта. Сода кәдімгідей дауыс шыққаннан кейін болды. Уже қобалжу бәрі басылады. Уже бір-бірімізді тыңдай бастаймыз. Сол жерде уже ашыла бастаймыз да.
уже алып ойың шығамыз. уже Жинақталады, иә. толығымен жинақталып сол сахнаға берілесің ғой. Одан Сахнаға еще беріліп, мысалы біз күнде мына 1000 камераның алдында жүрген жоқпыз ғой. Жанынан да, артынан да, алдынан да түсіреді. Оның алдында енді біз бірінші рет өнер көрсетіп жатырмыз. енді ана тойда я болмаса концертте болғанда халықтың қолдауымен Иә, халықтың қолдауымен жүре бересің ғой. шабыттанып кетесің. Иә, Одан иә. жайдарманда өзімізде кезінде ойнағанда байқағанбыз, оны басында қобалжу болады, одан кейін Сондай ғой. бірақ мен сұрап отырған неге қызық болып отырғаны, ана жерде халық жоқ, ешкім жоқ, анда отырған үш жаңағы Дилназ Ахмадиева, соң жаңағы кімдер еді? Иә, солар Нұрберген, жаңағы Ева деген ханым. Ева ханым мен кім? Сіздерді Нұрберген. сол неме Біздің наставниктарымыз болған, иә. Сондай болды. Одан еще ана бәрі енді ана жерде қарап отырады ғой, мына қай жерден сынады екен, қай жерден кетеді екен деп, соны енді іште бәрібір де намыс қой. Енді біз Абай облысының атынан деп өзімізше ойбай деп барып жатқаннан кейін сахнаға шыққаннан кейін дұрыс өнер көрсетуге тырысамыз. Өйткені каждый эфир біз үшін маңызды ғой. Мысалы ертең біреулер сен ана жерде дұрыс айтпапсың ғой деп бетімізге айтпасын, енді осы семейдің атын шығарайық, осылай облыстың атынан барып тұрғаннан кейін дұрыс өнер көрсетейік, бізде де мықты әншілер бар деп, бізде де осындай сахнада айта аламыз, осылай өнерімізді көрсете аламыз деп барша елмен бөлісіп, жаңағындай солай өнер көрсетіп қайтқан жайымыз бар. Тамаша. Енді бір енді әртүрлі жағдай болады ғой, жаңа қобалжудың арқасында, я болмаса басқа да бір дүниелердің арқасында енді аяқ астынан болған дүниелер болады. Жалпы енді X Factor'да бір есте қалатындай бір қызықты оқиға болды ма? Ойбай, мына жерде былай болды, мына жерде ұят болды, неге былай істедік екен? За кулиса, может, біз енді оның бәрін көріп жатқан жоқпыз. Ондай бір есте қаларлық ештеңе болмады ма? Өте көп болды. Мен де мысалы 2 рет ана микрофон өшіп қалған ғой. Бүйтіп короче. Енерді құлағына дауысын естіп тұрасың ғой, музыка бәрін естіп тұратын сол. Мен ана кішкене телосложениеме байланысты ана постоянно киімдер тар, короче, болды. Сондай болатын да, бірінші турда костюмім тоже мынандай кішкене тарлау болды да, бүйтіп билеп тұрған кезде қырттап шығып кетеді ғой, короче, ана наушник бүйтіп тығылып тұрады ғой. Содан шығып кетеді. Это нормально айтшы ғой, но екінші тоже бір отырып айтқан кезде сондай неме сөзім ұмытып қалды? X Factor'да В общем, ана дейін прямой эфир түсіру керек қой. Оған дейін дайындаламыз да, алдын ала түсіріп тастайды ғой ана прямой эфирді, мысалы айтып атасың да, ең ақырында көрсетеді ғой, әрқайсысын мынандай өлең айтқан деп, соны алдын ала түсіреді ғой олар негізі. Сол кезде, в общем, сол түсіретін кезде Русия қайта ұмытып қалады ғой сөзін. Ең басында көңілі қабағың сөзін. Русия қайта мәдәт бастайды. Сен прямой эфирдағы. Сен прямой эфирда, блин, ана. Жоқ, мен прямой эфирдің алдындағы болған нәрсе. Дегенді айтып тұрмын мен. Үшінші, төртінші тур деп бөлінеді ғой сол эфирға. Шығардың алдында. Бізге 2 сағатқа, мысалы бір лотерея секілді қағаз шығарамыз, соны мысалы ән келеді, соны мысалы 2 сағатта айтып шығу. Дайындасу керексің. Білмесең де ол ән. Білесің бе, білмейсің бе болды саған. Мен еще акапельно айтып шығасың. Сол кезде енді ағылшынша ән түседі бізге, Майкл Джексонның. Джастин Тимберлейк. Джастин Тимберлейк. Сонда сөздерін бәрін саусаққа жазып қоямын, әр саусаққа. Сол 2 сағаттың ішінде сен жаттап айтып беру. Иә, айтып беру керексің. Енді ол енді мүмкін емес қой. Дайындықсыз. Иә, дайындықсыз. Содан кейін каждый бит сөздерін жазып қоямын да, содан кейін ана оқып тұрам ғой. Оқып тұрам да, мынаны оқыған орнына мынаны оқимын да, бір жол тыстап кетемін да, содан кейін бөлек кетеді. Сол мәдәт сол кезде маған бүйтіп қарайды сол кезде. Шатасып кетеді де, короче. Ары қарай еще бүйтіп қарап тұрған тоже поливада уже ары қарай өзінің сөздерін қосап жатады. Wanna fit бере береді ғой, короче. Импровизация кетеді ғой. Ал мен оған айтқам шығар кезде, сен сөзді дұрыс айтсаң, мен дұрыс дауыстаймын, короче. Сен немен мен өз сол айтамын да, анау қандай сөз айтып соны бүйтіп дауыспен ұстап айта бер. Мен де біздің дауысымыз, әндеріміз, сөздеріміз басқа болып тұр, Русиянікі вообще басқа болып тұр. Бастапты да, Русия бастағаннан кейін, ол біз соған дауыстауымыз керек та. Ол басқа сөз айтыр, біз басқа. Төр бермейсің, айтыр, білмей айтыр. Бірдеңке өтіп шықтық сол жерде айтыр. Жақсы, тамаша. Ал енді халыққа көбіне қызық шығар, енді жанұялық енді Инстаграмнан көріп тұрамыз, бірақ енді дегенмен де сіздерде Инстаграмда жоқ оқырмандарыңыз да бар шығар. Былай енді сіздердің өнерлеріңізді ғана көріп жүрген, я болмаса тойда ғана көріп жүрген, былай жанұяларыңыз туралы айтып өтсеңіздер. Иә, жалпы бәріміз отбасылымыз, бәрімізде бала шағамыз бар. Мысалы мен 2016 жылы үйленгем, 2 балам бар, Құдайға шүкір. 2 қызым бар. Ол жаста міне 3 қыз бар. Мәдәтте 3 ұл бар. Бәріміз отбасылымыз, бала шаға. Иә, отбасылық достарымыз бірге жиналып тұрамыз қуаныштарда, жаңағы
бір біріміздің үйімізге барып тұрамыз деген сияқты солай. Мысалы менің кіші ұлымның кіндік әке шешесі мысалы Олжаспен біздің үлкен қызымыздың кіндік әке шешесі Рустам мен Дидар деген сияқты. Әбден байлап тастапсыңдар. Байлап салған туыс сияқты. жоқ мен Рустамды былай байлап тастағанмын ғой, мен туған апайымды алып отырмын. менің балдызым Құдай Мәдәттің әйелінің мен группаласымын, екеуміз группаласпыз. Солай, в общем, жақынбыз ғой біз бір-бірімізге. бәлем баяғыдан бері танимыз ғой негізі. Біз ең алғаш мысалы группа болып құрылған кезде Олжас болмай тұрған кезде де мен оған дейін танитын мен Олжасты. Просто одан кейін айттым ғой, группадағы екі жігіт кеткеннен кейін орнына сол кезде Олжас шақырып алған мен. Жақсы. Мен сіздің Мәдәт сенің балаларыңды да немеден теледидарға үлкен немелерден көрдік қой. Телеарналардан барып, ол ТикТокқа да шығып кетті, көп просмотр жинады. Көріп тұрамыз өздеріңізді. Енді жалпы негізі қай жердіксіздер? Қай жердің азаматысыздар? Негізі жалпы мен Жарма ауданы Шуақ кентінде дүниеге келгенмін ғой. Жаңғызтөбе, Жаңгез бар ғой. Бірақ Қалбатауда оқып, сол жақта мектеп бітіріп, содан кейін осы жақта шәкәрімде оқыдым, студент. Мен семейдікім осы, семейдің туылмасын. Кіндік қаң табаның тиген жер осы жер. Мен Аягөзде туып, Өркен деген ауылда өскем. Бұрынғы аты Бақанас. Сол жақта туып өсіп, осы жаққа оқуға еп, сонымен осы жақта қалдық. Жақсы. Енді сіздерді бір топ ретінде, трио ретінде, өнердің азаматтары ретінде білеміз. Жалпы өздеріңіз мамандықтарыңыз туралы айтып өтсеңіздер, мамандықтарыңыз қандай? Мамандық. Қайда істейсіздер? Жалпы не бітірдіңіздер? Менде 2 диплом бар. Біреуі радиомеханик деген мамандық, біреуі дизайнер деген. Жалпы сол дизайнер дегеннен маған жақындау. Дизайнер болып 10 жыл жұмыс жасадым. Дизайн мебельде фабрикасында дизайнер болып. Қазіргі уақытта барбершопта барбер болып жұмыс істеймін. Сән салонында жұмыс істеймін. Негізі үшеуіңізде барбершопсыздар екен. Біз басқа адам біз стилистіміз Рустам менен шашымыздың бәрі сақал шаш. X-Factor'да жүрген кезде жаңа айта кететін Рустам бүкіл нәрсесін бәрін алып келеді, сахнаға шығарды. Даже сонда жүрген адамдар бар ғой. Оказывается, Рустам у вас барбер да деп келіп Рустамға келіп менің сақалым жөндеп берші деп сөйтіп келетіндер болған анда. Все, бүгіннен бастап сақал өсірумен. Сон бізде, бәріміз негізі әртүрлі мамандық болғанда да бізде Олжас қана ғой, негізі музыкальный образование бар. Негізі бірақ бәрібір сол түбіміз сол музыкада жүрміз ғой бәріміз. Негізі сол творчествода. Мен мысалы қазақ тілі әдебиеті мұғалімі негізінде. Шәкәрімде сол қазақ тілі әдебиеті оқыдым. Бірақ өкінішке орай бітіре алмай қалдым ол университетті. 4-ші курста. Бұйырса бітіресің, ал қалса. Енді бір сіздерден бар ғой, енді қиын болмаса бір қонақ кәде сұрасақ, бір акапеллада бір ән, өз сіздер тыңдап тұрамыз, шыны керек. Енді болашақта радио семнан да сіздердің әндеріңізді тыңдаймыз деген ойдамыз. Қазір бір қонақ кәде болса. Жақында бір сұлу қыздар деген міне ән шыққан болады. Тура көктемнің қарсаңында сұлу қыздар сұлулана бастайды ғой көктемде. Соны айтып берсек. Сол әніміз жақсы адамдарға қуаныш сыйлап жатыр. Әр тойларда айтылып, қосылып деген сияқты. Өздеріңіздің әндеріңіз? Өзіміздің авторлық әніміз, жеке әніміз сол шыққан болатын. Соның қайырмасын осы қазақ елінің қыздарына, аналарымызға, жаңағы семейдің қыздарына, жалпы шығыстың қыздарына арнап қайырмасын айтып берсек, радио семнен тыңдайсыздар деген ойдамыз. Міндетті түрде. Қыздардың бәрі сұлу әдемі, қыздардың ғажап гүлдей әлемі, әрбірі әр жүректің әлегі, сұлу қыздар. Қыздардың бәрі сұлу әдемі, қыздардың ғажап гүлдей әлемі, әрбірі әр жүректің әлегі, сұлу қыздар. Тамаша. Ал енді сіздерден тағы бір сұрақтарымды дайындап қойып едім жерде. Мына кімнің жалпы топта сіздердің триоларыңызда кімнің рөлі қандай? Енді жаңағы айтып отырмыз, стилистика жағынан енді мен стиль жағынан енді мен жақындауым. Сақал, шаш, жаңағы киім жағынан енді дизайнер болғаннан кейін, сол киім жағынан
бізде өте ответственный, негізі жалпы любой нәрсені ответственный, андай бәр нәрсені алатын, ол мен де ойлап қалдым. жалпы енді ответственный болғаннан кейін біздің өте жауапкершілігі мол екені көрініп тұр. Бүгін бірінші болып келді ғой уақытында. жалпы біздің топтың администраторы деуге болады Олжас. Біз ана көп нәрсеге в основном бас қатырмаймыз. Өте концерт, сол жағынан өте анандай кәдімгі шын ответственный ғой. концерт, той, жаңағы заказдың бәрі осы Олжас Оспан қабылдайды. Енді сұрамасқа болмайды. Енді білмеймін, тойлар жағы. Өте жақсы. Тойларға той деген қазақтың қазынасы. Тойсыз енді бізге спонсор ешкім жоқ қой. Мысалы бізді әндерімізді ешкім жазып беріп жатқан жоқ. Оның бәрін жаңағы мысалы басқа жұмыс орнында істейміз. Мысалы мен Әміре Қашыбаев филармонияда істеймін. Ол мысалы основной жұмысының ақшасы отбасыма кетсе, тойдың ақшасын мысалы жаңағы топқа ән алуға, жаңағы киім аламыз, творчествоға арнаймыз ғой негізі. Жарсын творчествоға, жарсын тағы да жұмыстарға деген сияқты. Сондықтан да енді спонсор пока мысалы қолдап жатқан көп ешкім жоқ. Сондықтан өзіміздің еңбегімізбен, Аллах тағаланың қалауымен жаңағы X-факторға барып келдік. Ол жақта әйтеуір қиналған кезде осы семейдің жаңағы асабалары, өнердегі жігіттер, жаңағы әншілеріміз барлығы көмектесіп енді көмектесіп жіберген жағдайлар да бар. Сондықтан да мысалы X-факторда жүргенде де өнерді ең бірінші өзім бастадым ғой негізі, дауыс беру деген нәрсені. мен енді жаңа жылда корпоратив өткізгелі жатқам. Ресторанда, мейрамханада. Сонан кейін неге өзіміздің жігіттерді маған ешкім айтқан жоқ. Қолдап жерші, айтшы, бүйші деп. Тек қарадым да X-фактордағы өзіміздің балалар, неге өзіміздің Абай облысының балаларын қолдамасқа деп. Негізі мына подкаст көріп отырған көрермендеріміздің ішінде бір қалталы азаматтар болса, жалпы әзірше ешкім демеуші болып алып алмай тұрған кезде сіздерде көп мүмкіндік бар. Продюсер болуға, я болмаса демеп, өзіміздің жігіттерді қолдап, қолпаштап жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Енді жалпы болашақта не жоспар? Болашақта болғанда жалпы негізі авторлық әндермен жұмыс істеп жатырмыз ғой, в основном қазір. Сол шықпаған әлі бір 2-3 ән ба? Біраз әндеріміз бар ғой. 2-3 ән бар әлі. Соны негізі жалпы несін түсірейік дегенбіз ғой, клипін түсіріп жаңағы солай кәдімгідей әнді официально шығару керек болып тұр да. Соның мәселесімен жұмыс істеп отырмыз. Содан бұйырса тағы бір үлкен жарыстар болса. Енді бұйырса, енді Аллах қаласа шет мемлекетке барсақ деген ойымыз бар. Оның алдында енді осы авторлық әндерімізді шығарып бір концерт берсек деген ойымыз бар Семей қаласында. Енді мысалы жаңа айтып өтейінші просто. Енді сіздер мысалы жаңа қолдап жүрдіңіз ғой, мысалы X-факторда жүрген кезде салып, солай қолдамаса ол көрінбейді да, ол өспейді. Мысалы басқа мысалы қарап отырамыз, Шымкент жақта, батыстың өзіміздің достарымыз бар. Батыста, Шымкент жақта, оңтүстікте қалай қолдайды бір-бірін. Соның арқасында олар өседі. Осы жаққа мысалы жұлдыз болып келеді. Мысалы гонорарын төлеп береді, кетеді деген сияқты мысалы. Солай неге өзіміздің шығыстың Абай облысының жігіттерін біз бар, бізден кейін де басқа бауырларымыз бар, қарындастарымыз бар, неге қолдамасқа, бір-бірімізді неге көтермеске деген сияқты ғой. Солай көтерсек, біз де сол жаққа барып өлең айтып жүреміз, олар да бізді шақырады деген сияқты ғой. Мысалы ондай нәрсе бар да, мысалы басқа нелерде, облыстарда мысалы батыстың жігіттері Алматыға барсаң қызығасың да, бір-бірін тартып, бір-біріне көмектесіп жүр, ананың әнін жазып жіберейік, жүр мынаған көмектесіп жіберейік. Оңтүстік мысалы бізде анандай понятие бар, ежик деп мысалы сондай нәрсе бар да, оңтүстік нәрсе. Ежик болса да олардың ауызбіршіліктері бар да негізі. Бар. Бізде ондай нәрсе жоқ қой сол. Ол баяғыдан келе жатыр. Мен Жайдармен ойнап жүрген кезде мен қызығатым, ана басқа құрама КВН командасы, мысалы Шымкенттен болса, я болмаса Шымкент дей бермейікші, Алматыдан болса да, мысалы бір қаладан 2-3 университеттен шықса, бірінің командасындағы бала бірінің командасына ойнай береді, бір-біріне қолдау көрсетіп, реквизит жағы болса да барлығы бір-біріне көмектесіп, қолдау көрсетіп жүреді. Ал біз өзіміз ғана отыратынбыз бүйтіп. Сол ғой, біз өзіміздің күшімізбен бірдеңкені істеп, еңбектен тауып деген сияқты ғой. Сондықтан да солай жаңағы көмектесіп жүремін, осылай демеуші болам десе, біз наоборот риза болар едік. Мысалы, кім болса да сол кісінің мысалы қуанышында бірге болар едік та деген сияқты ғой. Сондай. Сонымен Олжас Әміре Қашыбаев атындағы филармонияда әншілік барбершопта
сиз мамандыгыңызды айтпадыңыз го. Мен айттым ғой, мен қазақ тілі әдебиеті мамандығын бітірген, бірақ музыка саласында жүрмін бәрібір де. Қазір Мен гарнизондық офицерлер үйінде әнші, вокалист. Тағы бір мектепте. Иә, Қарақат студиясында вокалдан сабақ беремін. Вокалдан, Жақсы, олай болса сіздермен бірге болған Ғалымжан, Гала және де Элит тобы. Енді сіздерге сәттілік, болашақта жанұяларыңызға амандық тілейміз. Жаз келе жатыр, тойларыңыз көп болсын. Мынау енді Абай облысының ғана атағын шығармай, қазақ елінің атағын шығаратындай үлкен халықаралық байқаулардан көреміз деген ойдамыз. Барсаңыздар, дұғада боламыз, қолдау көрсетеміз. Әмин. Сіздерге де шақырғандарыңызға көп рахмет. Осы бастап атқан істеріңіз алға баса берсін. Сол бәрібір осы Рамазан, қасиетті Рамазан айында барлық отбасына тек жақсылық тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, семейіміз жасай берсін. Иә, көркейе берсін. Осылай жастарға жалпы өзіміздің азаматтарды көтеріп, қолдап жүре берейік. Тек қана ауызбіршілігіміз мықты болсын. Жасы үйленсін еще. Сөз аяғында, подкастымыздың аяғында мына өскелең ұрпаққа біз өзі көбінесе қойылатын сұрақ, мен бәріне осындай сұрақ қойғым келеді, білмеймін неге екенін. Себебі мен өзім де кішкентай кезімнен бүйтіп телевизордан қарап отыратында, қалай осылай болсам болады екен. Негізі армандай білу керек қой. Енді мен бұны Нұрлан Қоянбаевты соларды көріп, жатақхана дегенді көретінде, соларды қарап отырып, видеоға жазып алып, мен осы кімді құмар сахналардан көрген кезде республика сарайында мен осындай боламын, мен осы сахнаға шығамын деп армандаған, мен сол сахнаға шықтым мысалы. Енді сіздерді көретін өскелең ұрпаққа, болашақ балаларымызға, бауырларыңызға X факторға бару үшін, я болмаса үлкен жобаларға қатысу үшін қандай ақыл кеңестеріңіз? Жалпы жастарға мен айтар кеңесім, жалпы бір нәрсеге қол жеткізу үшін, бір жетістікке жету үшін еңбек ету керек қой. Еңбек етсең емерсін дейді ғой. Еңбек бәрін жеңбек, әрекет жасау керек, еңбектену керек. Еңбектенсең бәрібір енді жетістікке жетесің әйтеуір. Сосын оның ішінде жаңағы еңбек дейміз ғой. 1% талант, 99% еңбек қой керек. Жоқ, тағы да бір ұмытып қалдым, қазір айтамын. Қазір, достар. Мен қазір шай ішкелейін кетті. Жоқ, айтқым келгені не ғой? Дисциплина дейді ғой. Тәртіп болу керек. Тәртіп болса, жаңағы дисциплинаны жастан бастап, кәдімгідей бала кезден бастап тәртіпке үйрету керек. Дисциплина болса, сол кезде әр қандай да бір жетістікке жетесіз. Сізбен толығымен келісемін. Олжеке, айтарыңыз бар ма? Алар қосарыңыз бар ма? Қосарым жоқ, мен сол жаңағы дұрыс айтады. Еңбек ету керек, еңбек етсең, еңбектің рахатын көресің, еңбектің нанын тәтті дейтін. Сол тәтті нанды еңбек етіп жеу керек қой. Сондықтан да жастар еңбек көп ету керек болды. Дайындалу керек, жаңағы тәртіппен жүру керек, бос жүрісті қою керек, уақыттың бос өткізбей, сол жаңағы еңбек етіп болашағыңа жұмыс істеу керексің ғой. Жақсы, рахмет. Мен барлығына қосыламын ғой. Өте дұрыс айтып отыр жігіттер. Жақсы, сіздермен болған Элит тобы, сау саламатта болыңыздар. Келесі подкастқа шейін сау, қош, сау, чао.